Бүгін сіздерге ерекше еленетін чөбіректің рецептін көрсететін боламын. Бұл рецепті өзім бұрыннан қолданамын. Тек осы тәсілмен илеп, осы тәсілмен пісіремін. Ал достар, кеттік. Бізге бір дана пияз керек. Осы пияздың сыртын жақсылап жуып, қабығымен бірге кәдімгідей қайнатып аламыз. Оған дейін 2 кесе ұнымызды дайындап аламыз. Кәдімгідей қайнаған күйінде илейміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай буы шығып тұр. Және де 3 қасық сұйық май, кішкентай қасықта жарты қасық тұз салып уже араластырып алдым. Және де осы қайнап тұрған сумен илейміз. Егер де сіздер жаңағыдай пияздың суымен илегілеріңіз келмесе, онда жай ғана суды қайнатып илесеңіздер болады. Бірақ дәл осы рецепті пайдаланып көріңіздер, дәмі де ерекше болады, тестасы жұмсақ, күшті болып шығады. Қамырымыз қатты емес, жұмсақ та емес, средний болып илену керек. Бір 30 минутқа демалдырғыз қоямыз. Оған дейін пиязымызды блендерден өткізіп аламыз. Блендер жоқ болса, қолмен турап алсаңыздар да болады. Бірақ өте майда етіп тураңыздар, себебі майға тез пісу үшін. Тұз үлкен қасықта жарты қасықтай, және де 5 қасықтай су құйып жіберемін. Фарш 500 грамм. Қара бұрышты дәміне қарай салыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Достар, бұл менің жаңадан ашылып жатқан каналым болғандықтан сіздердің қолдауларыңызды қатты күтемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отыруларыңызды өтінемін. Қамырымызды домалық шариктерге бөліп алып, барлығын тегіс етіп жаямыз, және қамырды жұқа етіп жайыңыздар. Қалың болып қалса, тестасы әдемі шықпай қалады. Жұқа етіп жайып, ішіне керекті мөлшерде өздеріңіз салмасын салып, шетін жақсылап жабыңыздар, кішкене басып жіберіңіздер, ауасы шығып кетсін, сол кезде майға салғанда ысып кетпейтін болады. Вилкамен, жаңа шанышқымен обязательно осылай басып жіберсеңіздер болады. Пісірген кезде шеті ашылып кетпеу үшін. Майды қатты қыздырып алудың қажет жоқ, себебі сырты тестасы пісіп, іші піспей қалмай жүрмесін. Дәл осы рецептпен чебуректеріңіз сочный, мощный болатын болады. Сау болыңыздар.